которое досталось мне от отца. Әні басталды. Бас кейіпкердің әкесі өте үлгілі, жауапты болғанмен, өзі міндетті түрде соған қарама-қарсы болатын. Ендігі бұл қаншасыншы фильм? Санаудан шатастым. Соңында түзеліп инвестордың тілін тауып, бизнесі өркендеп кетеді демесе болды. Ай! Хорошо, что у меня есть такой управляющий, как Ален. Ален мынаның бәрін камераға айтып отыр, немесе өзімен өзі сөйлесіп отыр. И оденьте нижнее белье. Мне жарко. Халатқа қарағанда іш киім қатты ыстықтатады, өйткені рейтинг. Лаураның оң қолының саусақтары Жомартқа қарап тұр. Келесі кадрда кеудесіне бұрынып кетті. It's great. No. It's a great. Транскрипциясын қағазға жазып беруге болмай ма? Thank you. Инвестордың алдында осылай қисайсаң, бизнесің өркендейді. Кстати, у входа этого нет. Жомарт 6 ай бойы қонақ үйге иелік етіп жүріп, швейцарды білмейді. Мұндай түрмен Аленнен жақсы қожайын шығады ғой? Мы с тобой родственники? Жарты жыл бойы бір туысқаныңның осы жерде жұмыс істейтінін білмедің бе? Кадрда түсірілім тобының микрофоны көрініп қалды. Бегал, без трусов, я тебе... Іш киім жайында қалжыңдарды не ғұрлым көп тықса, соғұрлым күлкілі болады. Ха-ха. Он, кажется, не услышал. Не, до него просто звук еще не дошел. Ата, бұлменгі женіз! Ауылда физика басқаша әсер етеді. Бірінші дыбысқа қарағанда екінші дыбыс тезірек барады. Мал бағатын атамыздың ақ көйлегі тап-таза. Мүмкін артынша тойға бара салатын шығар. Марияш. Шайыңда келе ғой. Мария гироскутермен самаурында еш кідірмей қонақтардың алдына алып келгеніне қарағанда, үйдің фундаментімен баспалдағы жоқ. Шайды 55 минут күттіру. Не деген қонақ жайлық. Кешке дейін шай ішу, тура мағынада. Ал малдарды дрон өзі бағып, өзі иелеріне қайтарған шығар. Ұрылар мал базарда жүрсе таң қалмаңдар. Егер жеңіспен үнемі осылай амандасса, осы жасқа дейін қалай өмір көдек болып қалмады? Жомартты кейбіреулері таниды, кейбіреулері танымайды. Қалай ол? Суретке түсіріп алайық та? Ата! Инстаграмға салып жүрем ғой. Мына жақта ауыл деп атау үшін заманауи техникалар тым көп емес пе? Уходит, хочешь? А что вы? Повара пишу. Жеңістің қолы әр кадрда әртүрлі позада. Корова доить. Жомарттың орнында болса, мен де солай ойлайтын ем. Түн ортасы болды. Жатыңдар. Ертең қайтасыңдар. Иә, барлық ауылда солай. Жарықты өшіріп, келген қонақтарға төсек салмайды және келін дастарханның орнын жинамайды. Вставай, уже 5:30. Уақыт таңғы 5:30 үшін дала тым жарық емес пе? Жомарт бас пен аяқты айыра алмайды. Дұрыс қой, үйдің ішінде түн шықпай қымтанып ұйықтау керек. Әйтпесе жаурап қаласың. Жазда. Мына үшеуі Жомарт пен Жеңістің шыққанын күтіп, ыдыс-аяқтың дыбыстарын да шығармай тып-тыныш шай ішіп отырды. Ал атамыз сықырмайынша бұл екеуі ештеңе байқамайды да, естімейді де. Көрсеткен жерге қарап отыру ұзақтығы екеуінің қашып құтылуына пайдасы тиеді. Вспомнил, такая веселая. Әдеттегідей сөзбен сипатталған адам көрсетілген кейіпкердің болмысына қарама-қайшы. Жағдайыңыз қалай? Чего? Ауылдың көпшілік тұрғындары қазақша сөйлейді. Мақпал тәте, может, с России? Вы ищете людей для гостиницы? Да, мы ищем. Вот это мое резюме. Қазақстанда резюмені осылай қабылдайды. А что, в ауле театр есть? Сен де қызықсың. Өзің көрген техникалардан соң театр әрине бар. Сәл жүрсең төбелердің әр жағынан космодромда табылып қалар. Вкусная вода. Это не питьевая. Ауылдың бұрыштарында ішуге жарамсыз сулар ағып тұрады. Ал ішсе оның дәмі тәтті болады. Он не подходит. Идем отсюда. Жарамайтын енді айтып отырсың ба? Акт басталғанда көзің шарасынан шығып қалаға қарай зытуың керек еді ғой. Жігіттер, может мен қазір фото атсылайын, сосын сөйлесесіңдер, а? Жігіттер. Мына жігітті ешкім байқамайды, егер оған камераны бұрмасаң. Не надо мне помогать. Мақпалға чемодан мен сөмкеден гөрі швабра мен шелек маңыздырақ. Мынадай қуғынбайларды ауылдан жинап несі бар еді? Қаладан психбольница табылмады ма? Все уже, мест нет. Қалай нет, не получится. Орын керек болса түсіріп тастайтын алаяқ та табыла қалады. Тағы ол алдында отырады. Орында Мақпал отырғанда не болар еді? Участковый газелді дейін емес, кейін емес, тура жүріп кеткенде қуады. Керемет мүмкіндік. Үлкен Алматыда Төреғали тура жанкүйері отырған газелдің қасына тоқтады. Қайдағы Төреғали мен Төрәлі? Машинада бір-ақ адам отыр ғой? А Кайырбек, вы оденьте нижнее белье. Іш киім жайлы әзіл, үшінші рет. Клише, ауылдан келгендер Мария Магдаленадан басқа ән айтпайды. Көптеген клубтардың ішінде тура осы клубта Лаурамен кездесіп қалғанына қарағанда Алматыда бір ғана клуб бар. Клиент келгенде барлығы бір ауыздан ақымақтық жасайды, байқаусызда.
Мои родственники всех клиентов распугают. Қойш, рас па? А потише можно? Қызық сцена, бірақ пар шығару алдында басын бұра салатындай жердегі демалушыларды байқамауы мүмкін емес. Я первый раз вижу в жизни выпивший кмыз и поймал белый горячий. Бізде. Он это заслужил. Қалай заслужил? Саған ешқандай материалдық нұқсан келтірмеген үшін бе? Төреғали тығылып үлгергеніне қарағанда фанаттары алыста. Соншама жер ұзап кеткен соң, олар Төреғалидің ізін қалай тауып келді? Одинаковые прически, одним словом. Сезімталдылықты фанаттарын кетіп қалған соң білдіруге болмай ма? Сосын Айсұлудың мынадай қозғалысы фанаттарға күмән туғызбай ма? Bir ауылға концерт беремін деп уәде беріп қойдым да. Соны телефонмен беріп жатыр. Олай да бола ма? Не деген құрмет? Сосын бағанадан бері Төреғали әннің ендігі қайырмасына келсе, қандай себеппен ол бізге естілмеді? Әлде ол кезде сыбырлап айтты ма? Олай болса телефонның әр жағына естілмей қалар еді ғой? Концерт барысында әнді ортасынан үзе салуға болады екен. Қолдарымыз кәнеге қошеметтеріміз естілмейді, ағайын! Алда связна шығар, даусың естілмейді. Блин, где 13-й карандаш? Дәлірек айтқанда 12-ші. Вот это новость. Не гостиница, прям дом 2 какой-то. Қалаулым шығар. Никогда на мопеде не ездила. Келген соң айтайсың. Шампан мен Майшан басқа орындарға секіріп кетті. Ал Жомарт пен Айсұлу дастарханға тиіскен жоқ. Төреғалиға камера жылжымайынша ол Мақпалға да Аленге де көрінбейді де, естілмейді де. Ендігі жол жөнекей көрер еді ғой. Болмаса ол бір бұрышта тығылып тұрып, екеуі столға жеткенде ғана атып шықты ма? И течение было очень сильное. А я поняла, вы чуть не утонули. Канатава спас вас? Нет, ну я же не дурак купаться в такую погоду. Просто там отдыхали пьяные мужики, они хотели забрать мой зонтик. Кездесуді одан әрі дамытатын керемет әңгіме. Сәлеметсіз бе? Бағдәулет Лаураның бетіне тік қарап танымай тұр. Ал Жеңіс пен Қайырбек алыстан-ақ танып тығылып үлгерді. О чем ты говоришь? Где тот Жомик, которого я знаю? Әлгі өзің телефонға жауап бергің келмеген Жомик па? Кім жауып қойған мына есікті? Проходной двор. Мистер Чакработ. Жомарт машинаның артында не істеп жүр? Егер ол осы қонақ үйдің қожайыны ретінде инвесторды негізгі есіктен шығып күтіп алуы керек болса. Hello, how are you? I find six. And you? Бағдәулетке осылай ағылшынша қыртуды кім үйретті? Every morning? Не үшін Ален түсіндірмейді? Ол екінші фильмде ағылшынша жоғары деңгейде сөйлеп жүреді ғой одан кейін. Зачем нам много клиентов? Они же мусорить будет. Школа, 8 классов. Водителем. Отель жабылды. Приходила Лаура и рассказала всю правду. Қандай шындық? Жомарт Лаураға бұл жайлы ештеңе айтқан жоқ қой? Иә, мұндай жаңалықты ести тұра тез арада арттарынан қуып әбігерге түсудің орнына кез келген директор осылай тып-тыныш отыра қалады. Жомарттың жаққан әріптерінде екеу емес, үшеу емес, тек бір ғана әріп жанып бітеді екен. Просто П уже догорело. Ж деп айту рейтингке зиян. Қазақстанда ауылдың көшелері түнде ылғи осындай жап-жарық. Құндақ немене? Кейіпкердің жасаған теріс тірлігін соңына өзіне басқа біреу қайталайды. Үлкен жастағы атамыз өте жылдам, өте тыныш. Әдеттегідей ауыл тойлары қызыл өріксіз өтпейді. Родственники никогда не сделают больно. Мына соққыға қараса Жомарт дұрыс айтады. Менің ғана құлағым естіле ме, бұлардың әрдайым Алейн дейтіні? Олай болмаса тым қатты кет. Ауылдың тойлары төбелеспен аяқталады. 2016-да. Бұл да қатты кетті. Қазір ғана бұлар төбелесуге оқталып тұрады ғой. Қуаныштан айқайлайтын әдетіңіз бар еді? Это все в прошлом, Төреғали. Я повзрослела. Төреғалиді 91-ның фанаттарынан жас балалар тыңдайды екен.